Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы, яғни осы пособияны 21250 теңгені қалай аламыз. Осы тақырыпқа өтпестен бұрын достар, мені YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы заңға сәйкес басқа да жаңалықтарды менің YouTube каналым арқылы біліп жүретін боласыздар. Ал енді 21250 пособиясын осы қалай алу керек? Осындай қысқаша мәліметіміз бар, сол мәліметті ашып түсіндіруге тырысайын сіздерге. Егер де достар, сіздер осы 42500 теңгеге үшінші рет заявканы жіберсеңіздер, және сол 42500 теңгені алып қойсаңыздар, сіздерге автоматты түрде, немесе осы проактивті түрде осы 21250 теңге түседі. Проактивті түр дегеніміз бұл сіздерге осы 42500-ге байланысты смс-тер келді ғой. Яғни осы бірді басып 42500-ді алған сияқты смс келеді. Төртінші рет заявканы жіберудің қажеті жоқ бұл жерде. Ал егер сіздер заявканы үшінші рет әлі жібермесеңіздер, бірақ осы бірінші қыркүйекке дейін жіберетін болсаңыздар, сіздерге 42500-де 21250 теңгеде бірге түсетін болады. Достар, маған әлі осы ESP төлемеген туралы, халықтан отказдар туралы осы смс-тер келіп жатыр. Мен алдыңғы видеоларда айтып кеткенде, егерде сіздерде осы ESP-ға байланысты отказ келген жағдайда, сіздерге 42500-де 21250-де төленбейді. ESP кімнің атынан төленеді, ал кімнің атынан төленген жоқ, оны негізі өздеріңіздер біліп жүрсіздер. Мемлекетті алдап немесе ESP төлемей заявканы жіберудің қазір кезде осы қажеті жоқ. Сонымен қатар, негізі шілде айына дейін ESP-ны кім төлемеді, сіздерге қазір сол ESP-ны төлеудің қажеті жоқ. Сіздерге ол 42500 немесе 21250 теңге тағайындалмайды. Сіздерге осы отказ келген жағдайда ең біріншіден мемлекеттің жауабын толық оқып түсініп, яғни сол жерде не деп жазылып тұрғанын түсініп, кейін штабқа немесе әлеуметті қорғау және еңбек министрлігіне заявление жазып, қолыңыздағы дәлелдемелерді апарып тапсырсаңыздар болады. Немесе онлайн жазып жіберсеңіздер болады. Штаб дегеніміз сіздерге осы пособияны тағайындайтын осы мекеме болып табылады. Ол әр қалада негізі сіздің районыңыздың немесе қалаңыздың штабы қай адресте тіркелгенін, оны 1414-ке осы звондап негізі білсеңіздер болады. Сол адрес бойынша сіздер негізі барып, осы 42500 сіздерге не үшін тиесілі, неге осы түспейді, неге сіздерге отказ келіп жатыр, сол туралы негізі барлық дәлелдемелерді көрсетіп, сонымен қатар сізге неге 42500 төленуі керек, және де бүкіл дәлелдемелер, яғни сіздің осы пенсионный отчисленияларыңыз, ESP-ны төлегеніңіз туралы, яғни осы 5 шілдеге дейін, сол документтердің барлығын жинап, негізі апарып өткізесіздер осы штабқа. Сол кезде штабқа апарып өткізгеннен кейін 42500 теңге сіздерге тағайындайтын болады сол штаб. Сонымен достар, негізі біздің видеомыз осы өзінің мәресіне жетті. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.